Молшылық медитациясы. Молшылықтың кілтін сырттан іздейміз. Бұл біздің ең үлкен қателігіміз. Сыртқы материалдық әлемдегі молшылықты аңғара білу үшін адамның ішкі әлемінде орнауы қажет. Сенің ішкі дүниеңде ашу, ыза, кек, өтініш өртеп, кернеп тұрса, сенің плюстік жағдайда екеніне өз-өзіңді сендіре алуың өте қиын болады. Өйткені өз алдыңа өзіңе деген адалдығың болмаса, басқа тірлігіңнің бәрі бекер деген сөз. Сондықтан да ішкі дүниеңнің не нәрсемен толтырып жүргеніне көбірек мән бер. Молшылықтың дәнін егетін топырағың мен бау-бақшаңды дайындай біл. Құнарлы топырақтан ғана мол өнім ала алатыныңды сен менен де жақсы білесің. Молшылық генерациясын игеру үшін қазір қолыңда бар нәрсені, бойыңда бар қасиетті бағалай біл. Сенде бар нәрсе кейбір адамның қол жетпес арманы екенін де бір сәт ұмытпа. Өйткені бұл әлем тек қана айна. Біз не істесек, соны қайталай алатын ғана қызмет атқаратынын ұмытпа. Бұл әлемнен сен егер байлық, денсаулық немесе бақытты тек қана сұрауды ғана білсең, бізге де бұл әлем өзімізден осы нәрселерді қайталап сұрап тұрады. Өйткені әлем бізбен сөз арқылы емес, біздің сезім толқындары арқылы ғана түсініседі. Сондықтан да айналайын бауырым, жаратылыс заңы бойынша молшылық толқынын тарата отырып қана сол толқынның легіне түсе алу ол жаратылыс заңы деп аталады. Бүгінгі күндегі қол жеткізген дүниелерің мен айналаңдағы жақындарың сені толық қанағаттандырмайтын болса, саған олар дерлік бар екендігін сезіне алмайтын болсаң, сен минустық жағдайда екеніңді аңғартады. Ал минустық жағдайды үдете түсетін ол нәрсе біздің сұрампаздық толқындағы сезімдеріміз. Егер сіздің біріңіз екеу болуын қаласаңыз, барыңызды көре біліңіз. Сол қасиет қана сізді плюске шығарады. Табиғат пен жаратылыстың осы заңдылықтары мен тылсым күшін ата-бабаларымыз өте терең зерттей алған. Сол заңдылықтарды, сол терең білім мен мәдениеттің, руханияттың арқасында осындай кең байтақ ресурстарға бай жердің иесі болып отырмыз. Сол байлықты игілігімізге жарата алсақ, болашақ ұрпаққа қалдыра білсек, міне осы біздің ұлттық деңгейіміздегі миссиямыз. Құрметті оқырман, каналымызды қолдап, репост жасап кет.